Осы подкаст тыңдайтын бір билік өкілі болса, құлақтарына алтын сырға. Серый газ деген бар жаңағы. Несе халық ұйықтап қалуы мүмкін. Коррупция бұл міндетті түрде бүйтіп қолма-қол пара беру емес. Қалай әйел таңдау керек? Қалай қасына помощник, советник таңдау керек? Бәрін жазып кеткен ана кісі. Халықтың жағдайын білгің келсе, сол жақтағы түрмеде отырғандардың жағдайына қара деген. Адам болу үшін дейді, қалада тұру керек. Сақал мұртын өсіріп, мысалы, әдейі мешітке барып ұйықтайды, сол жақта жүреді, сол жамағатпен араласады, сөйтіп пікірін алады да. Идеологиялық пропаганда деген нәрсе бар. Бұл қаншалықты дұрыс, қаншалықты тиімді жалпы. Енді іште егер бүлік болмаса, сырттан жау алмайды. Жалпы сауалнама жүргізілген қаншалықты тиімді, оған шын жауап беріледі ме деген сұрақ. Бізде қорқып тұрған адам жоқ. Надо будет пофамильно айтып береді, кім осы коррупцияға замешан. Қазақтың бір сұлтанынан, бір биінен қалған бір қала бар ма қазір? Нурсултан Абишевич, вас любит 95% населения дейді. Оф, Ев деген фамилиялар бар емес пе? Шетелден қазір мақала жазайын десе, қабылдамайды. Армысыздар, құрметті көрермендер. QR News YouTube арнасында кезекті подкаст. Бұл жолғы подкастымыз қызықты болады деген үміттемін. Өйткені бүгін біздің қонақта әлеуметтанушы Ілияс Тілеубергенов. Қош келдіңіз. Жалпы бүгінгі біздің қонағымыз халықаралық компанияда қызмет етеді, бірақ қазақты зерттеп жүр. Жалпы Қазақстанның жаңағы миграциясын зерттейсіз, ваххабизмді зерттейсіз, білім саласын зерттейсіз, одан келіп ауыл шаруашылығына өтіп кетесіз. Жалпы бұлардың барлығын тың ақпараттарды не үшін жинап жүрсіз, тыңшы емессіз ба деп бастайықшы бүгінгі подкастымызды. Рахмет, сұрағыңыз өте қызықты және бір жағынан күрделі, өйткені екінің бірі олай сұрақ қоя бермейді. Біріншіден шақырғандарыңызға рахмет, себебі мен әлеуметтанушымын, өзімді социологпын деп таныстырған кезде жұрт түсіне бермейді. Сондықтан осындай сұрақтар туындайды, тыңшы емессің ба, шпион емессің ба деп. Себебі міне 15 жылдай болды, зерттеулермен айналысам. Халықаралық ұйымдарға, өзіміздің мемлекеттік қызметтерге, кәсіпкерлерге және жеке дара адам тұлғаларға да әлеуметтік зерттеулер жасап көмектесем, ақыл кеңесімен бөлісем. Жалпы әлеуметтану дегенде көбіне естіп жататын кездесетін нәрсе ол әлеуметтік психология деген. Жалпы осыған алдымен тоқталып өтейікші. Әлеуметтік психология дегеніміз не? Әлеуметтану, психология және басқа да культурология секілді ғылымдардың бүкілі философиядан тарайды. Аристотель, Платоннан бастау алады. 18-19 ғасырларда басталған ғылым салалары, кейін бұлар қосылады басқалар секілді. Мысалы, әлеуметтік психология бар секілді, әлеуметтік антропология бар, антропологиялық психология бар, бөлініп кете береді. Әлеуметтану қоғамды зерттейді, психология адамның ішкі дүниесін зерттейді. Әлеуметтік психология дегеніміз қоғамда болып жатқан оқиғалар адамдардың ішкі жан дүниесіне қалай әсер етеді және адамдардың ішкі ахуалы қоғамға қалай әсер етеді, осыны зерттейтін ғылым. Ол осы ғылым арқылы қоғамда, елде, мемлекетте үлкен дүмпулер орын алуы мүмкін, жалпы осы арқылы. Енді ол былай ғой, мысалы митингке шығатын мысалы нәрселер, зерттейтін нәрселер осы сала ма? Тек қана әлеуметтік психология емес, мысалы культурология арқылы келуге болады, саясаттану арқылы келуге болады, құр социология арқылы келуге болады. Бұның барлығы негізі қоғам зерттейтін ғылымдар, просто әр жағынан келеді. Және де сіз айтқандай, халық неге ереуілге шығуы мүмкін. Немесе мысалы пандемия кезінде одиночество, жалғызсырау проблемасы, мысалы қоғамдық мәселе, пандемия, сол адамдардың ішкі психологиясын қалай әсер етті, соны зерттейді дегенде, яғни әртүрлі салалар зерттейді. Түсінікті. Қазір өзіңіз кәсіпкерлікке көмектесумен және миграциямен айналысып зерттеп жүрсіз, ауыл шаруашылығы бар ішінде. Жалпы осы кәсіпкерліктен бастайықшы, қазір кәсіпкерлермен қандай мәселелер жөнінде көбіне кездесіп жатасыздар, көмек сұрап жатады? Енді кәсіпкерлік бір 7 жылдай болды. Проект жоба түседі, тапсырыстар, халықаралық организация немесе жергілікті акиматтар, солармен зерттеймін. Сол кезде мен не байқаймын? Бізде кәсіпкерлікпен айналысқысы келетін адамдар өте көп. Бірақ жомарттың қолын кедейшілік байлайды дегендей, кәсіпкер енді бастайын десе, біріншіден жер су жоқ, ауыл шаруашылығына қатысты айтып жатырмын қазір. Себебі кәсіпкерліктің түрі көп. Мал жайылымды жерлер жоқ, ол біреудің атында, ол кімнің атында екен білгісіз келсе, ол жақта ақпарат мәлім емес, халық арасында сыбыс әңгіме көп. Айналып келген кезде ол жерге, ол суға барып қолданайын десе, заңды түрде не бар, шектеулер бар. Сол үшін ауыл шаруашылығын қатты дамыта алмайды. Хош, екінші мәселе, үйтіп келісіп, жайылым жерінің суын алды делік, мал санын көбейтті. Мал санын көбейткеннен не пайда дейді маған ауыл шаруашылығы адамдар айтады, қожайындар. Егер мен оны сбыт өткізе алмасам дейді.
қазіргі таңда кәсіпкерлердің шаруа қожалықтарының, ол оңтүстік болсын, шығыс, батыс болсын, үлкен проблемасы, мен жаңағы өсірген малымды өткізейін десем, базарларға тікелей менде доступ жоқ дейді. Ортада делдалдар бар дейді. Бір ірі қараны өсіру, шамамен айтып жатырмын, 200 мың теңге болса, делдал келіп менен әрі кетсе 220 мың, 250 мың қалады дейді. Маған ол тиімсіз дейді. Өйткені жұт болады, қасқыр жейді, жаман ауыз дейді, аю жейді кейде. Яғни маған 250 мыңға беру маған зияныма дейді. Енді мен келіп тікелей базарға барайын десем, базар мені өткізбейді дейді. Ортадағы делдалдан сатып аласың дейді. Яғни ауыл шаруашылықты тежеп тұрған нәрсе, халықтың кәсіпкерлікпен айналысқысы келмейді, олар иждивенец деген мәселе емес. Жаңағы үкіметке масыл болады деген нәрсе емес. Қайта еті тірі, мынандай ұлтжанды жастар өте көп айналысам дейді. Бірақ осының үлкен фактор бар. Инфрақұрылым, екіншіден малды өткізу. Үшінші проблема бар, бірақ ол шешуге болады. Үшінші проблема бұл мысалы тракторист, комбайнер, малшы жалдау өте қиын. Үлкен жалақы берсе де келгісі келмейді. Бұл енді кәсіпкердің проблемасы емес, бұл үкіметтің проблемасы. Себебі сіз мысалы солтүстік Қазақстанға қазір серпін бағдарламасы немесе экологиялық катастрофасы болып жатқан қалалар, экологиялық ахуалы нашар жердегі жастарды көшіріп апарсаңыз, ол айтады, мен жарайды жұмыс істейін дейді, комбайнер болайын дейді, бірақ кешкісін мен кинотеатр барғым келеді, жаңағы терезесі биік, кең, мынандай бір квартирада тұрғым келеді, әйеліммен бірге барып кешкісін киноға барғым келеді, балаларым Хан Шатыр секілді бір мекемеге барып қыдыртқым келеді дейді. Оның барлығы бар ма ауылдық жерде? Яғни үкімет егер осындай комплексті мәселені шешкісі келсе, жаңағы оңтүстіктегі густонаселенный халықты солтүстікке көшірем десе, құр жұмыс берумен шектелмеу керек. Кәсіпкерге ақша субсидия берумен шектелмеу керек. Кәсіпкерге субсидия бересіз, ол мал санын көбейтеді, жұмысқа тарту үшін жұмыскер тартады. Бірақ ол отбасымен келгісі келсе, қоныстанатын жер жоқ. Яғни бұл комплексті мәселе. Жемқорлық мәселесі ше? Жемқорлық дегеніміз бұл атам заманнан бар нәрсе, және құр қазақтың қанына емес, бүкіл халықтарда бар. Анау Америка болсын, қазір большая семерка дейді. Қай елді алмаңыз, жемқорлық бар. Жемқорлық не үшін туындайды, соны түсіну керек әуелі. Бұл заңның әлсіздігінен, заңның болмауы немесе заңның әлсіздігінен тәртіпсіздік орнайды. Тәртіпсіздіктің бір түрі, мысалы адам барып қылмыс жасайды, жаңағы өзін ашынғаннан, мысалы ереуілге шығады немесе біреуді өлтіреді кісіні, өзін жағып жібереді әртүрлі. Сол секілді тәртіп бұзуларының барлығы ол жаңағы жемқорлық. Өйткені заң әлсіз. Заң әлсіз дегеніміз, осы жерін ашып өтейін, заңды дұрыс жасамады, немесе заңды дұрыс жасаған күн өзіне оның дұрыс орындата алмады. Орысша айтқанда верховенство закона. Қараша халық заң бұзса, оны жаңағы 5-10 жылға соттайды. Ал егер жаңағы байдың баласы, билікке жақын адам заң бұзса, оны бір министерстводан алады да, орын босатып, 1-2 жылдан кейін басқа жерге ауыстырады. Әрі кетсе, 1-2 жылға соттайды да, удомен шығарып жібереді. Яғни не? Заң бұзудың жауапкершілігі әділ болмағандықтан, жауапкершілігі тәртіпсіздік орын алады. Тәртіпсіздіктің бір түрі коррупция. Қай өңірлерден көбіне сізге хабарлап жасады? Енді былай ғой, жаңа сіз айттыңыз, кәсіпкерлікпен айналысады. Менікі больше неге байланысты? Мен тәуелсіз зерттеушімін. Мысалы, мен бір партияға, бір діни организацияға, немесе бір халықаралық ұйымға андай не емеспін. Тұрақты түрде мен тіркелген емеспін. Мемлекеттік тіркелмеді. Мен өзім жұмыс істеймін. Мені жұрт таниды, жаңағы резюмемді біледі, істеген жұмыстарымды біледі. Халықаралық миграция ұйымы сол жалдайды. Сосын мысалы Орта Азияны зерттейтін организациялар бар, мысалы ваххабизм, радикализм зерттейтін интерньюз секілді, солар жалдайды. Өзіміздің акимат, министерстволар да жалдайды. Олар айтады, біз мысалы дорожная карта экономическое развитие региона дейді, дайындаймыз дейді, бұл стратегиялық құжат. Соның аясында сен бар кәсіпкерлермен сөйлес дейді. Жақында мысалы маған жергілікті инвесторлар айтты, біз шетелден бір университеттің филиалын Қазақстанға алып келеміз дейді, ашамыз дейді. Мысалы айтайық, Ньюкасл университеті немесе Кембридж университеті ашамыз дейді. Енді мен ашу үшін ол университетті мен қай қаладан ашам дейді. Ол университеттің бағыты қай сала болу керек? Медицина ма, педагогика ма? Сол кезде мені шақырады, мен зерттеймін. Және ол зерттеулер әртүрлі тақырыптарға болады. Жаңа оңтүстіктің Жетісайдың кәсіпкерлері хабарласып шақыртып айтыңыз. Ол жақта қандай мәселелер болды? Бұл енді шамамен бір 3 жыл бұрын болған зерттеу. Сол кезде Жетісайдағы кәсіпкерлермен, Қазығұрт солармен сөйлескен кезде бізге былай айтты. Мынау облыс орталығынан Шымкенттен Түркістанға ауысқаны дейді, бізге ауырты дейді. Қай жағынан? Бұрын біз мысалы субсидия алу үшін немесе басқа да бір мәселе бойынша бюрократия аясында қағаз алу керек. Сол кезде біз Шымкентке жақын жерге барып қайтар едік дейді. Бірақ дейді, қазір Түркістанға бару үшін жол алыс дейді, мен шаруам қалып қояды дейді.
енді біз келісілген уақытта жиналыс болады, немесе келісілген уақытта маған құжат береді деген кезде мен барған кезде ана кісі орында отырмай қалады, отырмайды дейді, немесе компьютер сынып қалады, әйтеуір бір мәселе болады, бірақ ол заң бұзушылық емес дейді. Нәтижесінде мен шығынға ұшыраймын дейді. Мен сол жақтан квартира жалдаймын, ас ішемін, уақытым кетеді, мына жақта шаруам тоқтап қалады дейді. Яғни жаңа коррупция мәселесіне оралатын болсақ, коррупция бұл міндетті түрде бүйтіп қолма-қол пара беру емес, кейде ол заң аясында болатын шаруа, яғни қолдан жасалған шаруа. Мен қазір енді Түркістан халқын бір жамандағандай болмайын, бірақ себебі мен мысалы Жезқазған, Қарағанды мәселесін айта аламын. Бұрын Жезқазған облыс болмай тұрған кезде арада 500 шақырым Қарағандыға барып қайту мәжбүр болатын отчет тапсыру үшін. Хотя оны электронды поштамен шешсе болатын еді. Бірақ солай жасап қояды ішкі регламенттер. Кісіні мәжбүрлейді, жаңа мемлекеттік қызметкер болсын, жаңа кәсіпкер болсын, ол Түркістанға жаңағы ат шаптырып барады, ол кіріп бір 5 минутта мәселесін шешетін мәселені ертеңгі күнге ауыстырады. Сосын айтады, мен жаңа квартира жалдағаныма 10-15 мың кетеді, ас ішкеніме бір 5-10 мың теңге кетеді, сол ақшаны одан да мен беретін адамға берейін дейді, бәрібір кететін ақша дейді, елге қайтып шаруамды тындырайын дейді. Сөйтіп коррупция пайда болады. Нәтижесінде біз не көреміз? Жаңа әлеуметтік психология, қоғамның конструкциясы заң аясында солай жасалайды, адамдарды біз тәртіпсіздікке, жемқорлыққа үйретеміз. Мысалы халық арасында мынандай ұғым бар, ойлайды, не шықса осы оңтүстіктен шығады, осылардың бәрі жемқор деп. Енді ол халық жемқор болғысы келмейді, есі дұрыс адам да былай қарағанда. Өйткені көп халық мысалы кем дегенде жұмаға барады, жаңа ана сенің арам ас екенін түсінеді, бірақ сізді сондай бір ситуацияға итермелейді. Дұрысы сіз ойлайсыз, мен жаңа 20-30 мың теңгені квартираға төлеп ас ішейін бе, 5-10 мың теңгені беріп елге қайта берейін бе деп. Бұл рациональное поведение дейді жаңа ғылымда. Адам коррупциямен күрескен кезде біз жаман адамдар іздемеуіміз керекпіз жаңағы. Адам жаман деп іздемеуіміз керекпіз. Адамдар нашар, егер Аристотель, Платон айтатын болсақ, человек это социальное животное дейді. Түсінесіз бе? Адамдар хайуан, бұлардың бәрін бақылау керек, штраф төлеу керек деп емес. Біз түсінуіміз керекпіз да, адам хайуан емес, адам бір таза жаратылыс, ол саяси жаратылыс, қалада тұру керек, жаңағы өркениетті дамытатын бір жаратылыс. Енді оны дамыту үшін біз структураны ауыстыруымыз керекпіз. Бір елде егер коррупция етек жайған болса, бұл жүйелік системный сбой. Қалай болады қазақша? Жүйенің бұзылуы. Жүйе қалай бұзылды? Астанадан жақсы заң қабылдайды, бәрі әмпей-жәмпей, былайша айтқан кезде, жалпақ тілмен айтқанда. Бірақ өңірлерге келген кезде менің қолымда ғой билік. Кімге справка беремін, бермеймін, қашан жиналыс ашамын. Мысалы жиналысты сағат 6:30-да жұмыс бітеді, мен 6-та бастаймын да. Неге сен 3-ке қоймайсың? Мен 6-та қоямын, сосын айтамын, ойбай, уақыт бітіп қапты деймін, ертең келіңіздер деймін. Ана кісіні мәжбүрлеймін қалуға. Сосын айтады, енді леге дейді, мен елге қайта берейін, былай шеше салсайшы дейді, ертең мен сізді қол қойып жібере салыңдар деген. Түсініп тұрсыз ба? Түсініп тұрмын. Сол енді сұрақтың жауабы жаңағы әлеуметтік психология осы нәрсе зерттейді, и коррупцияны жеңу үшін заңның орындалуын қарау керек. Жаңа екінші зерттеуіңіз миграция туралы кішігірім айтып өттіңіз. Жалпы Қазақстанда миграцияға байланысты мәселелер өте көп. Солардың бірін алдында депутаттарға қойдым бұл сұрақты. Қазақстандағы экологиялық аймақта тұратын халықты бір жағынан экономикалық жағынан тиімді, мемлекетке льгот, пособияға жыл сайын, ай сайын ақша берілмейді. Екінші жағынан халықтың өзіне тиімді. Жаңағы экологиялық нашар аймақта тұрып жаман су ішіп бүйрегін ауыртады, жаңағы бала шағалар мүгедек болып туылады деген секілді, ауасы таза емес. Сол халықты ауасы таза, экологиясы таза аймаққа көшіру туралы. Жалпы бұндай ұсыныстар бар ма? Бұл ұсынысты қалай қарайсыз негізі? Бұл ұсыныс егер билік тарапынан айтылатын болса, мен ойымша халық жаңағы қолдайды. Жаңадан қалалар соғып, жаңағы өзім туған өлкем мысалы Жезқазған, жақында болған Өскемен, Теміртау мысалы экологиясы өте нашар қалалар, онда көп қой бізде қалалар. Соларға барып бүйтіп обезболивающий ретінде жаңағы халықты емдеу керек, бүйтіп керек, субсидия беріп, немесе пособие беріп генше, одан жаңа қалаға көшірейік десе, мен ойымша халық қолдайды бұны. Неге? Бұның мемлекет үшін стратегиялық маңызы зор, тарихи маңызы зор, және бұл жаңадан келетін, мысалы қазір Қасым-Жомарт Кемелұлы жасай ма, үшінші президент жасай ма, бұны жасаса, бұл тарихта үлкен мындай із қалдыратын іс болады. Неге? Себебі біз Қазақстанның шекарасын қарайтын болсақ, территориясын, бізде қала өзі қайда болған? Атам заманнан, Сақ, Ғұн деп бүйтіп бастайықшы. Оңтүстікте ғой. Оңтүстікте. Мен тарихшы емеспін, бірақ енді мектепте және университетте оқыған тарихқа сүйенетін болсақ, бүйтіп мынандай бэкап жасайтын болса, мен не көремін? Қазақстандағы қалалар оңтүстікте ғана болды. Жаңағы Жаркент, Харгос жақтан кіреді, жаңағы Жетісай жақтан Алматы арқылы Тараз, сосын Шымкент, мына жақтан Қызылорда,
сосын келеді да аралдан төмен қарай өтіп кетеді. Мен білетін тарихта осылай. Бұл қазіргі Қазақстанның әрі кетсе 20% жері осы жібек жолы бойынан өтті. Қалған жерлерде ең дала болды. Яғни ауыл шаруашылығымен айналысты. 15 ғасырларда, шамамен орта ғасырларда жаңағы европалықтар Американы ашты, Индияны ашты, Африканы ашты, сол жақта отарлай бастағаннан кейін бүкіл сауда теңіз арқылы өтті. Бұрынғы сауда шелковый путь арқылы өткен болса, ол өзінің жаңа өзектілігін жоғалтып, ол жол арқылы ақша жүру, жаңағы сауда алмасы тоқтады да біздің қалалар өше бастады. Енді одан кейін бізде қалалар қашан соқты және кім соқты? Бір ғана қала ғой, Астана ғана. Ол қазір соқты, бірақ оған дейін Жезқазғанда кім соқты? Барлық Ресей отары кезінде болды ғой. Ресей империясынан бастап кеңес үкіметінде отарлаушылардың, былайша айтқанда қазақ соққан жоқ бұны. Иә. Қазақтың бір ханынан, қазақтың бір сұлтанынан, бір биінен қалған бір қала бар ма қазір? Жоқ. Жаңа Түркістан Бөкей ордасы. Түркістан кесенесі бар, енді жаңа оңтүстікке келеді, оны Әмір Темір соғып берді. Енді соның маңайында соны ел қоныстанды. Бірақ былай қарайтын болсақ, бір қазақтың биінен, сұлтанынан, бір ханынан қалған қазіргі қазақтардың өмір сүріп отқан бір қаласы жоқ. Кеңес үкіметінің, Ресей империясының соққан қалалары бұл индустриальная колонизация дейді. Жезқазған 1928 жылы жаңағы ағылшындармен бірге Қаныш Сәтпаевтың жаңағы жезді қазып алды, мыс тапты алғаш рет. Содан кейін 1954 жылы Жезқазғанды соқты. Не үшін соқты? Ана жерде кеңді өндіру үшін, жерден алу, фабрика, заводта жұмыс істейтін адамдарды бір ортаға әкелу үшін. Енді елестетіңізші, сіз Ресей империясы, кеңес үкіметісіз, ағылшындармен келісесіз, соғас инвестиция тартасыз, жұмыс істейтін адам керек. Қайдан әкелесіз? Бұрын ағылшындар қалай шешті? Африкадан құлдарды әкелді. Америкаға барып, жаңағы жерді игере бастады. Бізге Африкадан әкелмейді ол адамды, жергілікті халық бар. Олардың бүкілі ауылдық жерлерде тұрады. Қазірдің өзінде, мысалы, Ұлытау облысында, Ұлытау облысының Ұлытау ауданы деген бар. Қазір қалай аталатынын білмеймін, сол 12 мың ғана жұрт. 12 мың жұрт дегеніміз бір 5 жилой комплекс жақын жерде. Оны үлкен ауданда тұратын. Енді сіз ойлаңыз, Жезқазғаннан сіз жаңағы Қарсақбайдан соқтыңыз зауытты. Халықты қайдан әкелесіз? Егер күнде таңертең келіп кететін болса, қашан жұмыс істейді? Жолға уақыты кетеді ғой. Сол үшін Жезқазған секілді қала соғады. Сол секілді Риддерді соқты, сол секілді Өскеменді соқты, сол секілді Павлодарды соқты. Яғни бұл кең орындарын игеру үшін, отарлау мақсатында. Түсініп тұрсыз ба? Яғни қазақша айтқан кезде ол кеңес үкіметі болсын, Ресей империясы болсын, осы Қазақстанның Дархан даласына өмір сүріп жатқан адамдарға жайлы болсыншы, бұлар ертең университетке барсын, көзі ашылсын, мәдениет үйренсін деп соққан жоқ қаланы. Мынау жаңағы Азия, Средняя Азиядағы жерлердегі маған керек жаңағы стратегиялық маңызды рудник, жаңағы кең орындарына мысты алайын, цинкті алайын деп, мұнайын алайын деп, сол үшін қалалар соқты. Және әскери бекініс болсын деп соқты. Біз қазір өмір сүріп жатқан алып жатқанымызға 35 жыл болды тәуелсіздік. Юридически алғанымызға егеменді 35 жыл болды. Біздің 35 жыл бойы қолданып жатқан инфрақұрылым бұл кеңес үкіметінің мұрасы. Енді кез келген нәрсе секілді ол да тозады. Ертең бұл тозғаннан кейін үкімет қырған ақша бөлуі мүмкін. Жаңағы Теміртауды сақтап қалайын, Жезқазған сақтап қалайын. Одан да ол жақта жаңағы енді отарлау саясатының мақсаты ол халықтың жағдайын жақсарту емес, мысты алу ғой. Ол мыс алғаннан кейін экологияға зиянын келтіреді. Бірақ оның Мәскеудің шатағы жоқ онымен. Мейлі халық қырылса қырылып қалсын дейді. Былайша айтқан кезде. Сол үшін сол қалаларда зауыттар жабу керек. Зауыт жапсаңыз жұмыс болмайды. Жұмыс болмай халық көшіп кетеді. Немесе зауыттарды қалдырып, халықты көшіріп алып кету керек. Тек жұмыс істейтін адамдарды қалдыру керек. Ол кісілерге жаңадан қала соғу үшін, мысалы, ең даламыз көп қой. Сұрақ туындайды ғой, адам бекерден бекер көшпейді ғой. Мысалы, сіз жұрттар енді ақымақ емес қой, түсінеді ғой, жаңағы атырауыңыз болсын, мысалы, кез келген орта Құдай сақтасын, серый газ деген бар, жаңағы несе халық ұйықтап қалуы мүмкін. Мысалы, басқа да көптеген қалалардың үлкен проблемалары бар. Сел басып кету былай тұрсын, жаңағы қолдан жасалған экологиялық проблемалар бар. Енді халық оның бәрін көріп отыр ғой, мысалы, қаншама онкологиялық ауру бар. Қиналса да өмір сүріп жатыр дейсіз ғой. Туған жерім деп. Туған жерім дептен бұрын енді сіз оларға қазір басқа қала соғып берсеңіз айтады, мен не істеймін дейді ғой. Мысалы, Астанаға барып курьер болып жүремін ба дейді, мен оқыған мамандығым бар дейді, таксист болып жүремін ба дейді. Екінің біріне жұмыс табылмайды ғой. Сол үшін жаңадан ашылатын қалаға
градостроительный бір предприятие керек. Мысалы жезқазған болды, өйткені завод болды. Риддер болды, өйткені риддерский шахтасы болды. Біз қандай қала соғамыз деген сұрақ туындайды. Бұл сұрақ егер маңызды болса, мен жауап берейін. Әрине маңызды. Мен ойымша біз қазір қазіргі биліктің бір істеп жатқан жақсы нәрсесі Саясат Нұрбектің жаңағы активно жасап жатыр ғой, белсенді түрде шетелден вуз әкелу, шетелдік вуздарды әкелу. Бізде мына жақта оңтүстікте бір 2-3 миллиард халық тұрады, жаңағы үндісіңіз бар, пакистаныңыз бар, жақында елбасшымыз Пакистанға барып қайтты. Өзбекстан азаматтары 40 миллион халық бар, Түркменстан бар, мынақтан қалың Қытай бар, мысалы Ресей бар. Қазір Ресей мысалы санкциямен Европаға бара алмайды. Даже мен сізге былай айтайын, Оф, Еф деген фамилиялар бар емес пе, шетелден қазір мақала жазайын десе қабылдамайды дегендей. Солардың барлығын оқытуға болады ғой бізде. Мысалы Қарағанды мен Астананың ортасы, Астана мен Павлодардың ортасын, трассаның бойында шағын қалалар ашса болады на базе университетов. Бұл айтылып жатқан ойлар негізі билік білмейді емес, білет. Және біз жас мемлекетпіз. Біздің жүздесіп жатқан проблемаларымыз басқа мемлекеттер давно уже жүздесіп болған және білет бұл нәрсені қалай шешілгенін. Солардың мысалында біз жасасақ болады. Қарапайым мысал Америка 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін белгілі бір қалалар жаңағы военно мобилизация болды да, жаңағы арнайы предприятиялар ашылды, жаңағы двигательдер дайындады, қарулар дайындалды дегенде. Соғыс бітті, керек емес. Не істейді? Сол қалалардың жаңағы халық тарап кетпеу үшін сол предприятияны университетке айналдырды. Технический вуз қылды. Сөйтіп қала аман қалды және ол экономикаға үлесін қосты. Сол секілді бізде де шетелден вуздарды көптеп әкелсе, осыған мен бір үлесімді де қостым. Жаңа айттым, біздің жергілікті кәсіпкерлер маған айтты, біз бір вуз ашамыз деді. Олардың ойы Алматы болды. Мен зерттеу жасадым, айттым, Алматы жақсы әрине дедім. Бірақ ақша төлейтін ата-ана, оқитын бала, 9, 10, 11 оқитын бала. Солардың арасынан сауалнама өткіздім. Қайда ашылсын дедім, жаңадан филиал. Айтты, Астанадан ашылсын деді. Яғни сіз айттыңыз, тыншысың ба дегенде, мен тың ақпаратты осылай зерттеймін. Яғни мен егер бүйтіп министр болсын, әкім болсын, инвестор болсын, бүйтіп ақыл айтқан кезде, мен айттым демеймін, мен зерттедім, соны міне халық осыны айтып жатыр деймін, статистикамен. Сол үшін бізге қала соғу керек, сәге. Қала соғу үшін жаңа сіз айтқан мәселе, экологиялық мәселе, жаңағы экологиялық қиын елді мекендерде халықты одан сайын қинай бермей, одан да үкіметте ақша жоқ емес бар, жаңадан университеті бар қалалар ашсын, халыққа соққа ақырын көшіруге болады. Түсінікті, рахмет. Сіздің жаңағы біртүрлі ойларыңыздың бірі, менің ойымша, мына біздің қазіргі мегаполис қалаларды, мегаполис деген атына затында сай емес деп айтқан сөзіңіз. Неге олай дедіңіз және оған дәлелдеріңіз бар ма? Бұған дәлел былай. Мысалы, қала соққан городу рознь, қаланың барлығы бірдей емес. Латын Америкалық қалаларға қараңыз, бұл нағыз бұзақылықтың отаны. Егер қаланы дұрыс соқпаса, оның маңайында бұзақылық пайда болады. Бұның арнайы оқуы бар, урбан дизайн дейді жаңағы. Урбан деген қала, дизайн, қаланың дизайны дұрыс болу керек, адамдарға өмір сүруге қолайлы болу керек. Егер қарапайым мысалы Ақтау қаласы, асты мұнай, қасында теңіз, небоскрептар тұр, жаңа 3-4 этаждан кейін су көтерілмейді. Адам қалай ашынбайды? Ойлаңызшы, сіз квартира сатып аласыз, жаңағы енді белгілі бір компаниялардың күшті жаңағы ремонт жасайсыз, евроремонт, бүйтіп қарап тұрасыз, теңізде, Қазақстанда жоқ панорамды бит сізде де, бірақ үйге унитазыңызға су құймайды. Қасыңызда Каспий тұр. Ойластырылмағанда кей мәселелер. Жоқ, мысалы ол енді мегаполис емес қой, мегаполис, Шымкент мегаполис. Неге ол мегаполис емес? Миллион халқы бар, аумағы барлығы келеді. Неге Астана мегаполис емес? Яғни айтқым келгені, қала болу үшін стандарттарға сай болу керек. Шымкент, оны мегаполис деді. Бірақ ол қалай мегаполис болды? Шымкент қаласы болатын бұрынғы. Халықтың санын көбейту үшін маңайдағы, енді оны менен артық сол шымкенттіктерден сұрасаңыз болады, Абай ауданын, Төле би ауданын бәрін қосып жіберді. Бұрынғы ауылдық жерлерді қалаға қосты да, территорияның документін сызып берді, енді сендер қаласыңдар деді. Бірақ ол жерде бұрын мал жайылып жүрді. Жұрттар үй соққан кезде красная линия деген болады андай. Мысалы, пожарный машина өту үшін оларды ескермеді. Өйткені ол жақта қатты заңды жаңа қадағаламады. Ауылдық жері болатын. Қаланың өзінде заң бұзып жатқан кезде ауылдық жерде түсінікті да. Енді ол жаққа келіп халық қоныстанып жатыр, көбейіп жатыр. Айтады, бізге не керек дейді, детсад керек дейді.
мектеп керек дейді. Енді ол басында ол ойламады ол жер қала болады деп. Енді мектеп соғайын десе жер жоқ. Жер былай тұрсын, құдай сақтасын, ана жақта бір жаңа өрт сөндіру машинасы, скорый помощь өтетін жол жоқ та, кейде жаңағы красный линия сақтамағандықтан көршілер бір-біріне жақын соққан. Сол үшін қала болу үшін белгілі бір стандарттарға сай болу керек. Шымкентті қарайтын болсақ, мен айта алмаймын көп жағдайда немесе аз жағдай, бірақ ол стандарттарға сай емес. Орталығы қалаға деуге тұрарлық, бірақ маңайы қалаға келмейді да. Тағы қандай стандарттар болуы мүмкін мысалы келмейтін? Енді оны градостроительдерден сұрайсыз. Бастысы халыққа өмір сүруге жайлы болу керек. Мысалы Астанаға қатысты бұрын айтатын, Астанада өмір сүру үшін жайлы автокөлігің болуы міндетті дейді. Өйткені сен жұмысынан шығып жаңағы остановкаға барып келем дегенше мынандай желмен сол үшін мүмкін ЛРТ бір не болатын шығар, шешім болатын шығар. Яғни адамдарға өмір сүру қолайлы болу керек. Ал табиғатқа сай адамдардың өмір сүру қолайлығы әркімге әрқалай. Мысалы оңтүстікте басқаша, солтүстікте басқаша болады. Түсінікті. Тағы бір ерекше ойларыңыздың, пікіріңіздің бірі, мынау мемлекет жаңағы грант беруді тоқтату керек, ол дұрыс емес идеология деген айтқан сөзіңіз. Не үшін, неге олай айттыңыз? Бұл мана айтылған әңгіме, бұл кімнен шықты? Бұл ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлердің колледж студенттеріне қатысты айтылған дүние. Біріншіден біз не көреміз? Мектептердің саясаты өздерінің жаңағы бір нелері бар да, ентіден жоғары барауды, алтын белгі алып деп мектептің атын шығаратын балаларды 11-ге қарай оқы дейді. Ал мына бала ертең мектептің абыройын төгеді деген балаларға көбіне айтады, бар колледжге кет дейді. Сондай нәрсе бар. Енді бұл статистика емес, мен жаңа айтып отырмын ғой, 15 жылдай халықтың арасынан сауалнама алып, пікір алып, сол халықтың айтатын өзі. Бізде сондай саясат жүргізеді дейді. Жаңа ЕНТ өткізетін кезде комиссияны сатып алады керек болса. Оқитын балалар, оқымайтын балалар ЕНТ-дан алады, мектептің аты шығады, ана бала университетке барады, мектеп директоры айтады, это теперь не мои проблемы дейді, университет шешсін дейді. Сол үшін ауыл балалар ЕНТ-дан дұрыс бала алмағандықтан, төмен алғандықтан немесе өтірік жалған алғандықтан университеттегі мұғалімдер қиналады. Ана балалар былайша айтқанда 2+2=4 дегенді білмейді дейді. Оқуға түсті, ядерный физикаға түсті дейді. Ол қалай оқиды дейді. Енді мен пример айтып жатырмын да. Енді мектептің саясатын түсінуге болады. Оларға жаңа KPI-ін оқып қояды. Жаңа біздің ауылдың, біздің мектептің атын шығар дегендей. Сосын ол оқымайды деген балаларды колледжге дейді. Колледжге барады, бір жағынан ол жақсы. Мен де алыс жақын таныстарыма айтамын. Егер сенің балаңның ертең ЕНТ-дан құлайтып қалады деген ойың болса, университетте оқи алмайды ол бала. Немесе университетке түскен күн өзінде ол 4 жыл бойы мен қалтам көтермейді. Қазір өмір қымбат. Онда жаңағы көрпеңе қарай көсіл, баланы колледжге бердім. 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл мемлекеттің қарамағында жатақханасына жатады, грантын алады, стипендиясын алады, оқиды деймін. Бірақ бұл нәрсе қазір дұрыс орындалып жатқан жоқ, сол үшін грантты тыю керек деп ойлаймын. Неге? Себебі ауыл шаруашылығын адамдар айтады, маған тракторист керек, сварщик керек, жаңа комбайнер керек деген кезде мен колледжге барамын дейді. Ана оқып отқан еңбектері жаңағы біздің заманға сай, жаңадан комбайн шықты, мынау оған сай оқымайды дейді. Ол ескі кеңес үкіметінің оқып жатыр. Оны примерно айтып жатырмын да. Енді мен араласайын, айтайын десем, араластырмайды дейді. Хотя документально, мысалы сіз ауыл шаруашылық қожайынсыз, мен колледжбін. Мен үкіметтен жаңа алдым госзаказ, оқып жатырмын, 100 бала, 500 бала оқытып жатырмын. Сіз келіп араласуыңызға сіз құқылысыз негізі. Бірақ по каким-то образом сізді араластыртпайды. Сізде жоқ кейде комбайндардың, тракторлардың соңғы модельдері колледждің базасында бар. Бірақ ол комиссияға кезде шағын сүртіп қояды. Оқушылар келіп қолданайын десе, тиіспе дейді. Колледждардың тегін білім алғандықтан ол балаларда енді әр адамда болады ғой жаңағы алтын көрсе періште жолдан таяды дегенде. Олар да қуланбаған, мұғалімдер де қуланбаған. Мемлекеттің заказы түсті, халықты оқытамын дейді жаңа студенттерді. Студенттерге айтады, сендер келсең болды дейді сабаққа. Мен сен жаңағы бағанды қойып бере беремін дейді. Ал балаға келу керек, не үшін стипендия алу керек екен. Ол 2 жыл бойы официант болып жүр ма, қосымша тірлік істеп жүр ма, СММ болып жүр ма, мамандығына сай емес. Түсініп тұрсыз ба? Білімнің қадірі болмай қалды дейсіз. Білімнің қадірі жоқ. Өйткені мемлекеттік жүйе дұрыс емес. Кәсіпкерлер не дейді? Бұның енді біз проблеманы шешімді айту керек қой. Маған өзіңіз секілді айта алайын. Сіз шаруа қожалығы болсаңыз айтады, үкімет ақшаны маған берсін дейді. Сосын маған айтсын дейді, мысалы. Субсидия береді ғой. Айтады, міне осы жылы 1000 жылқыға субсидия бердім дегенде. Бұл өсірген құлындарды сіз экспортқа жіберме, жергілікті нарық бағаның, еттің бағасы түсіру үшін. Сөйтіп шарттандыру керек дейді үкімет.
сол секілді енді мен жылқы бағатын жаңағы немесе егін ексем комбайнер болатын болса, міне саған бердім ақшаны, мынау 100 баланы оқыт ауылда жаңағы, соларды жұмысқа ал деп шарттандыру керек. Сосын сіз маған келіп айтасыз колледжға, міне менде ақша бар, сен балаларды оқыт, 9 бітіріп келген, сен не оқытасың бұны? Айтады, мен 3 жыл бойы тракторист оқытамын дейді, к примеру. Сіз айтасыз, есің дұрыс па? Трактор айдау үшін 3 жыл оқып қажеті жоқ, маған 6 айға жіберші поляға, 1 сезонда үйретіп шығамын дейсіз. Яғни ақшаның тиімділігі, бұны кім айтып тұр? Кәсіпкер айтып тұр. Сол үшін ең басындағы сұрақтың жауабы, бізде кәсіпкерлер белсенді өте. Кәсіпкерлерден де бір жаман көрмеу керек бұлар жаңағы. Біріншіден халықты жаман көрмеу керек бұлар жаңағы. Масыл болып алды, иждивенец деген еңбек еткісі келеді, бірақ еңбек ету үшін шарттарды дұрыс жасау керек. Сізге үйіп төгіп, мен қазір субсидияны берем, откормный площадканы берем, немесе жаңағындай жер суыңызды берем, бірақ жұмыс істейтін адам болмаса. Сіз айтасыз, оның оқуы жоқ, мен ақ оқытып берейін, маған берші ана колледждің адамдарын дейсіз, колледж бермейді. Неге? Өйткені госзаказды өзіне ұстап отыр. Түсінікті. Не мемлекетке керек мамандықтарды бірақ оқытай алмай қалмай ма? Мемлекеттің өзіне керек мамандарды? Бұл нәрсені енді Европа жасап отыр ғой. Мысалы, NCOC-ның Eni деген компания бар ғой, итальяндық. Сол кезінде ашты ғой, қашаған заводын ашамыз деп, әу баста жаңағы хабарлаған кезде, ол завод бірден соғылған жоқ, бір 10 жылдан кейін ба соқты. Енді сол заводта жұмыс істейтін адам керек деген кезде біздің үкімет бір нәрсені дұрыс істеді, жергілікті халықтан адам аласын деді, шарттандырды. Оны істеді, 300 адамды алып алды. Мен білуімше 300 адамды алды. Ішінде жаңағы бухгалтері бар, инженері бар, электригі бар дегендей. Сосын айтты, мен бұны өзім оқытамын деді. Жарты жыл Францияда оқытты, жарты жыл Италияда оқытты. Не үшін? Болашақта болатын заводта болатын технологияның тілін түсінетін, оның стандарттарын, техника безопасности соны түсінетін адамдарды мен өзімнің деңгейінде оқытамын деді. Кәсіпкер осы нәрсені жасады. Енді бір адам істеген жұмысын екінші адам істейді ғой. Біз андай сорлы ел емеспіз ғой жаңағы. Оқыған еліміз, жаңағы терең тарихымыз бар, қаншама данышпандарымыз болды, ғалымдарымыз болды дегендей. Біз егер сол кәсіпкерлердің жолын ашсақ, және бұл нәрсені әділ істесек, себебі ИП ашады ғой жаңа бір 5 миллион кредитке дегенде, немесе малый бизнес, микробизнес жүргендердің айтатын налы былай, ірі шаруа қожалықтары билікпен әмпи-жәмпи дейді, жақсы дейді жағдайлары. Олар біз үшін жаңағы тыраштанбайды дейді. Ең қиналатыны жаңағы ЛПХ, жаңағы ең жаңағы есіктің алдында 2 сиыр асырайды деген, сол кісілер дамиын десе дамымайды. Қиын да. Сол үшін кәсіпкерлер қолдау көрсету керек. Былай болса ше, грант жоқ, балаларда мектеп бітіргеннен кейін бір мотивация жоқ болып қалмай ма? Андай грантқа, қазір мысалы грантқа түсемін, дайындаламын, оқимын деп ізденеді ғой, білінеді. Ал грант жоқ болса қалай оқиды мысалы? Кейбір жағдай жоқ отбасының өзі, балалар жақсы оқып грантқа түседі. Ол да жақсы нәрсе ғой. Жоқ, мен түбегейлі грант алсын демеймін, просто гранттың қазір үйлестіру жолы тиімсіз. Бұл мысалы ойлаңызшы, сіз 15 жасар баласыз, сіз әлі үйленбедіңіз, өмір көрмедіңіз, саясат не екенін білмейсіз. 15 жасар бала бұл екінші мүшел жас қой. Жаңағы мысалы 12 жасқа дейін біз әке-шешеміздің қарамағында боламыз. 13-тен 25-ке дейін адам тамыр жуандайды, мен деп тұрады, бір әлем тіреп тұрғанда ешкім тыңдамайды. Адамның ыстық қайрат, Абайдың тілімен айтқан кезде, нұрлы ақыл емес, жылы жүрек емес, ыстық қайрат ұрып тұрады. Сол кезде ол айтады, это же халява, оказывается, дейді. Мен там бір колледжға түсем дейді, мысалы өзінің ауылынан или там басқа бір қаладан басқа қалаға колледжға түсем дейді, мен стипендия аламын дейді, я же там могу еще подрабатывать, работать дейді. Сонда үкімет маған тағы да беру керек дейді онда. То есть социологтардың атасы Ибн Халдун деген кісі бар. Сол кісінің андай сөзі бар. Человек дитя привычек дейді. Адам әдеттерінің баласы. Егер біз Абайдың, жаңа Ибн Халдунның тілімен айтатын болсақ, адамда 2 табиғат бар. Адамның өзінің фытраты болады, табиғаты, предрасположенность, жаңа айтады ғой, предназначение, жаңағы гэллоу тесттен кісілер біліп жатады ғой, оказывается мен суретші болуым керекпін, мен жаңағы инженер болуым керекпін деген секілді. Ол Құдайдың жаратылысынан берген бір табиғаты, икемі келеді қазақша айтқанда. Екінші адамның табиғаты бұл өсе келе жаңағы ата-анасы, мектебі, ортасы үйретеді, не бұзақы болады, не жаңағы тәрбиелі болады, не спортсмен болады, не малшы болады дегендей. Сол конструкция, жаңағы біз Жетісайдағы шаруа қожасын айттық, ол таза адам, бірақ оны коррупцияға итермеледі дегендей. Сол секілді біз балаларды егер грант беріп халяваға үйретсек, өйткені ол айтады, мен білімді алдым дейді 3 жыл бойы. Пойди, я за 6 месяцев мог бы там парикмахерский үйреніп алсам болатын еді, комбайнерді үйреніп алсам болатын, оқу жоқ қой дейді. Значит, мен 2,5 жыл бойы лафаға үйрендім дейді. Плюс мен шаруаны жаңа қосымша ақша таптым дейді.
бұл нәрсе тек, кстати, колледж емес, университетте де бар. Сосын келеді да, мен шешетін мәселені шештім, сөйтіп мен нарыққа шықтым дейді. И осы нәрсені ол басқалардан күтетін болады, бейсаналы түрде. Психология кетіп жатырмыз, әлеуметтік психологиясына. Сана бар, адам есті түрде жасайды. Мына микрофон, мен сөйлеп тұрмын, су ішем дегенде. Кей нәрсе бейсаналы болады адамда. Ол әдеттер, привычкалардың әсерінен адам автомат түрде жасайды. Егер біз бала кезінен адамдарды халяваға, жаңағы гранттарға үйретіп қойып оқытсақ, ол сол нәрсені ертең күтеді, үкіметке масыл болады. Грантты беру керек, егер оның құндылығы болса. Құндылық дегеніміз не? Сен тракторист оқыдың, ан жақтан шаруа қожайын күтіп тұр, сен бардың жұмыс істедің. Все это серьезно, это не просто так. Сұрауы бар оның. Қазақша айтқанда судында сұрауы бар. 4 жыл бойы Назарбаев университетінде оқыдың, 5 жыл бойы шетелде болашақпен оқыдың, сен келгеннен кейін сен керексің. Мәселе тек айлықта емес. Түсініп тұрсыз ба? Адам істеген ісінің маңыздылығын түсінген кезде, құндылығын білген кезде, ол соған сай істейді. Ондай адамдарды грант беру керек, жаңағы қолдау керек, қосымша стипендия беру керек. Оған әңгіме жоқ. Ал бет алды жоқ ақша таратып, ол сосын университет бітіргеннен кейін не істерін білмейді, жаңағы таксистердің, курьерлердің, СММщиктердің қатарын толтырады. Ертең производстволық инженер керек кезде техника қайдан табасыз? Қазір сонда кәсіпкерлер сол мамандардан қиналып тұр ғой, Өте қатты қиналады. Сол оқымаған балдардың кесірінен дипломын алады да, бірақ курьер болып кетеді, официант болып кетеді, мобилограф болып кетеді. Ол жастардың кінәсі емес. Жастар, студенттер бұл андай социально уязвимый слои населения дейді. Мысалы, сіз мүгедек адамға айтпайсыз ғой, мотивацияны кітаптарды оқы, бар, секір, жүгір, головкин бол демейсіз ғой. Енді ол мүгедек қой енді. Түсініп тұрсыз, зағип адамнан сіз не күтесіз? То есть мен бұны не үшін ғана күлгендей болдым, мен мүгедектігіне күлген жоқпын. Мен айтқым келгені, кей кісілер анда коуч, психологтар айтады ғой, все в твоих руках дейді. Енді адам арбаға танылды, қалай ол жүгіріп кетпейді ғой. Сол үшін оны социально уязвимый дейді. Көп балалы ана, жаңа соғыс ардагері, студенттер, бұлар социально уязвимый. Сол үшін біз оларға стипендия береміз. Жол жүрген кезде льготасын береміз. Сол үшін осы проблемаға студент кінәлі бұл дұрыс емес. Қалайша Жетісайдағы қожайынымыз шаруа қожалық келіп коррупцияға, енді ол оның түсінігінде ол рационально. Не істеймін дейді, мен Түркістанда қонып, мен кетейін дейді, шаруамды істейін дейді. Ертең елге үлесімді қосам, салығым төлеймін дейді экономикаға. Сол секілді студент қарайды жан-жағына, 11-ден кейін мен оқуға түспеймін дейді, нафиг мне это надо дейді, мен оқымаймын дейді. Әке-шешем төлейтін ақшасы жоқ, мен колледжге барамын дейді. Осының бәрін ұйымдастырып отқан кім? Үкімет дұрыс болу керек бізде. Сол үшін мынау қазір жаңа Қазақстан деп жатырмыз, вице-президент дейді, жаңағы үлкен жаңалықтар ғой бұл негізі. Ұлы дала үшін бұл үлкен жаңалықтар. Жаңа конституция қабылдап жатыр. Егер менен сұраса, мен былай айтар едім. Бұл жерде мен айтпай ақ қойын, имам Ғазали деген кісі болған. Ол кісі 11-ші ғасырда өмір сүрген. Ислам әлемінің биіктікте тұрған жылы. Сол уақытта большая восьмерка болып тұрды да, былайша айтқан кезде. Америка болып тұрды. Бағдат бар, Сирия бар, сол заманның жаңағы несі, Гарвард, Кембриджі сол уақытта болды жаңағы. Ғылымда дамып тұрды, экономика бәрі дамып тұрған кезде Селжұқ империясының басшысы Малик Шахқа жазған несі бар, еңбегі бар. Насихатул мүлік дейді. Наставление правителям. Мүлік, билік иелеріне айтылған насихат. Қалай әйел таңдау керек, қалай қасына помощник, советник таңдау керек, бәрін жазып кеткен ана кісі. Соны ол кісі былай дейді, пайғамбардың хадисін келтіреді. Царство не устоит в неверии, но будучи несправедливым, она будет разгромлена дейді. Яғни ол хадис жаңағы Термизи айтты ма, кім айтты мен білмеймін, менің дәлелім, менің жаңағы источнигім Ғазали. Ол кісі айтады, 4000 жыл бойы ежелгі Парсы елінде отқа табынған ел бар дейді. Солар 4000 жыл бойы билік етті дейді. Яғни сен дейді патша дейді, Малик Шах, сен намаз оқисың ба, оқымайсың ба, қажылыққа барасың ба, сен дінсіз бол дейді, мейлі отқа табын дейді. Сенің билігің бұдан шайқалмайды дейді. Қараңызшы, исламның халифат кезінде айтып жатқан сөзі. Яғни бұл дінге қайшы нәрсе де былай қарап тұрсаң. Және пайғамбардың хадисіне сүйенеді. Сен билігіңді ұстап қалғың келсе дейді бүйтіп, сен әділ бол дейді. Бұл әділдікті жаңағы ту еткен, отқа табынған ел 4000 жыл бойы билігін ұстады дейді. Ойлаңызшы. Сол үшін мысалы менен біреу сұраса, мен халыққа да айтарым, билікке де айтарым. Мысалы бізде кейде мұсылман халықпыз ғой енді былай. Жалпы алған кезде шынайы мұсылманбыз ба, ол енді басқа вопрос. Бізде кейде мәз болып жатады, жаңағы біздің президент немесе біздің министр, біздің әкім, біздің депутат қаржылық барып қайтты, ауыз ашар беріп жатыр деп. Хош,
оның намаз оққаны, орамал таққаны, жаңағы жұмаға барған, ол оны патшамен, жаңағы әкіммен, құдайдың арасындағы байланыс. Оған араласпа. Ол әділ болу керек. Бұл енді мемлекетке қатысты не нәрсе бар. Ибн Халдун айтады, кез келген өркениеттің, мемлекеттің 5 этабы болады. Жаңа адам секілді мүшел жас. Алғашқы этабында адам билікті перифериядан келген адам қазіргі тұрған биліктен билік тартып алады дейді. Екінші этапта ол сол билікті өзіне жинай бастайды, консолидация власти. Билікке кім бірге келді? Мысалы айталық, Ирандағы 70-ші жылдары Аятолла Хомейни келді. Ол бұрынғы жаңа король шахтың билігін тартып алды да өзі келді. Сосын өзінің адамдарын отырғызды. Осы отырғызғаннан кейін үшінші этапта 25 пен 36 жас аралығында адам деңгейінде айтып жатырмын. Ол соның қызығын көреді. 12 мен 25-тің арасында университет бітіреді, независимость алады ғой, әке-шешесінен ажырайды. 25 пен 36-ның арасында мемлекетте үшінші деңгейде соның бәрін қызығын көреді. Осы кезде не басталады? Психологияда жастарға қатысты айтады, кризис среднего возраста дейді. Мемлекеттер кризиске ұшырайды. Неге? Өйткені олай біз биліктеміз, бізге ешкім тимейді, біз дегеніміз істейміз дейді да. Еркектер мысалы, қазақтар қазақ байса тоқал алады дейді. Құтыра бастайды да. Біреу жаңа лудаман болады, біреу дінге кетеді, жаңа радикал сектаға. Біреу жаңа экстремальный спортқа кетеді. Сөйтіп билігін жоғалта бастайды. Төртінші этап и бесінші этап құлдырлайды. Жаңағы имам Ғазали мен Ибн Халдунды егер біріктіретін болсақ, қазіргі билікке былай айтар едім. Мысалы, бізде ойлайды ғой, халық оянады деп. Халық оянып билікті тартып алуы мүмкін, бұл бір мәселе. Бірақ халықтың күші жетпесе, мына жақта тұрған қазба байлықтар бар ғой, қорларды тартып алу үшін сыртқы күш келуі мүмкін. Егер сыртқы күш жергілікті халыққа әділдікті уәде етіп, соны егер орындатамын десе, халық бұған сенсе, халық оны қолдап кетеді. Ондай болған ба? Иә. Қызылдар келді ғой бізге. Қызыл әскер, красный гвардейцы. Бұрын ақ әскер болатын, ақ патшаныкі. Халық не деді? 90-дағы анау мыжырайған шал 18-дегі балқадишаларды алып жатыр деді. А мен 30-дағы, 20-дағы, 40-дағы еркек үйлене алмаймын дейді. Неге? Өйткені жайылым жерлерінің барлығын ұстап алған дейді. Енді мен примерно айтып жатырмын да. Сосын қызылдар келді, большевиктер. Айтты, сен қаншалықты дейді да, ана байдың қасынан жүресің дейді. Көріп тұрсың ғой дейді да. Сен бұл өмірден бақытты болмайсың. Бірақ егер сен біздің қатарымызға қосылсаң дейді, званияңды береміз, шенеунік боласың. Айдап сал дейді да мынаның барлығын. Яғни біз кейде ойлаймыз да, жаңағы кеңес үкіметі келді, кеңес үкіметі жау, бұл бір шайтандай себебі. Біз таза едік, бұл бізді құртты дегендей. Енді іште егер бүлік болмаса, сырттан жау алмайды. Ол мынау секілді. Мысалы қараңыз, адам бір күнде наркоман болмайды, бір күнде алқаш болмайды, бір күнде жаңағы мошенникке ұрынбайды. Бұл сырттан келген нәрсе. Мысалы айтады ғой, сәке кеттік жаңағы шегейді деп. Егер адам ішінде өзінің бір әуестігі болмаса соған. Түсініп отырсыз ба? Мысалы адам спортпен шұғылданбайды, уақытылы денсаулығын күтпейді, әлсірей бастайды. Сырттан келген вирус оның иммунитеті әлсіз болғандықтан оны құртады. Яғни ішкі иммунитет мықты болу керек. Ибн Халдун осыны айтады. Бұны асабия деген бір термин ұғындырады. Адамның қалай иммунитеті болса, рухани жаңа ішкі қоғамның иммунитеті, бұны асабия дейді. Сол қаншалықты мықты болса, соншалықты билік та жақсы болады дейді. Ал бұның негізі түбі ол әділдік дейді. Себебі биліксіз қоғам болмайды. Бұны жақсы түсіну керек. Мысалы, тас ғасырын елестетейікші. Екеуміз тас ғасырында өмір сүреміз. Қола дәуірі, орта ғасыр. Мен айтамын, сәке деймін, давай сен бар анаула, мен отын жарып су әкелемін деймін. Арамыздағы үлкен кісі сол бізге төрелігін айтсын дейміз да, жаңағы осының барын үйлестірсін. Өйткені сенің жұбайың тамақ дайындайды, мен әйелім балаларға қарайды дегендей, бірақ арамызда бір лидер болады. Сол лидер барын үйлестіреді. Ақбеген жаңа анында әкеледі да, бөліп береді, біреуге жамбас береді. Сол кезде мен ашынамын да, неге анау жамбас жейді, неге оны істемейді дегендей. Сол бір-бірімізді жек қоймауымыз үшін бізге бір төреші керек. Бұны билік дейді. Түсінікті. Яғни президентті алып тастағаннан, революция жасағаннан біз ұтпаймыз, біз ұтыламыз. Яғни бұл халыққа қарата айтылған нәрсе. Елестетіңізші, мысалы, светофор істемей қалды көшеде. Егер жол пол келіп ала таяғымен регулировать етпесе не болады? Бытшыт болады да. Соғыс болмаса да енді бүйтіп, бірақ кісі қазасы болмаса, бірақ тоқтадың да жер шаруа бітті. Елестетіңіз, егер сот жүйесі немесе түрмелерді ұстап жатқан мысалы жүйе
бір арада жоқ болып кетсе, жаңа революциядан кейін бүкіл түрмеде отырған кісілер шығып кетсе, немесе психбольницада отырған кісі, туберкулезда отырған кісілер жайылып кетсе көшеге, болдың ғой. Яғни билік керек, бірақ билік болып тұру үшін оның тақуа болғанын күтпеу керек. Мен халықтан осы жүрген жерімде айтам, сен неменеге мәссің деймін да. Ол деді, менің жаңағы көршім пәленше жаңа акиматта істейді, мен өткен мамамен бірге қажылыққа барып қойды. Қажылыққа барса ол өзі үшін ғой. Ол акиматта істей ма, министерствода істей ма, президент болып отыр ма, ол үшін оның жаңа квалификацион требованиялар бар. Ол мейлі өзге ұлт болсын, өзге дін болсын, ол басты әділ болу керек. Сол кезде билікте болады, и біз жай жақсы өмір сүреміз. Жаңағы бұл әңгімеміздің барлығы гранттардан шығып кетті ғой. Сонда бізге мемлекетте балалар грантқа түсу, мынау шетелдегідей қазір Америкада бар ғой, колледжге түсудің өзі мұң болып кетеді ғой. Қайта тапсырып деген секілді. Жазып пәленшеге келсе де сондай болу керек па бізде де сонда? Енді ол видите, мысалы бір жағынан үкімет түсінуге де болады. Елестетіп көріңізші, бізде статистика бойынша 2025 жылы 217 мың оқушы университет бітірді. Кешіріңіз, мектеп бітірді. 5 жыл бұрын 140 мың болды. Яғни 1,5 есе өсті да, 50%-ға өсті. 2041 жылы мектеп бітіретіндердің саны болжам бойынша 441 мың болады. 2 есе өсетті. 140 мыңнан 217 мың болды, әшейін 70 мың қосылды ғой. 217 мыңнан сізде қазір 441 мың болады. Бұлардың барлығын сіз не істейсіз, егер университетке жібермесеңіз? Енді сіз өзіңіз мемлекет жағынан қарайтын болсаңыз деймін да. Мысалы, мемлекет ол временно просто отложение проблемы. Сіз просто айттыңыз да, мынау 11 бітірген оқушы университетке бара ғой дедіңіз. Университет бітіргеннен кейін жұмысқа тұрғызу керек. Бұл екінші проблема. Бірақ ол басқа министерствоның проблемасы. Түсініп тұрсыз ба? Ал егер оларды университетке түсірмесеңіз, сіз не істейсіз оларды? Көшеге шығады бүкіл. Тамақ ішу керек, жұмыс керек. Маған келсе, мен айтамын, сен университеттен білім бітірім бармын. Мен университет оқыған жоқпын, неге грантқа түспедім дейді. Төлейтін ақшам жоқ дейді. Мен жұмысқа алмаймын дейді. Не істейді ол бала? Бостан босқа жүрген бала. Шетелге кетеді, барып капуста егеді, картошка егеді. Түсініп тұрсыз ба? Бұл бізге керек па? Қош, жаңа алтын күміс тас екен демекші, біз жаңағы инвесторларға, шетелдіктерге бердік. Жаңағы мүмкін бұл геосаясаттың бір ықпалы шығар. Қазба байлықтарымыз бердік. Бірақ енді біздің жас өспірімдерімізді біз бермеуіміз керекпіз ғой. Түсініп отырсыз ба? Барлығы шетелге кете береміз, Қазақстанда кім қалады? Жаңағы бос жатқан жері жау шақырады демекші. Біз қуануымыз керекпіз, бізде жастардың көп екенін. Просто айтқым келгені, мынау қазір возможность болып отыр, тарихи сәт. Жаңағы жаңа конституция, 3-ші президент келеді деген 2029 деген мына тұрған шақты. Сол мен егер осы подкаст тыңдайтын бір билік өкілі болса, құлақтарына алтын сырға, жастарға қатысты университет негізінде қалалар соқса, біз бұдан тек қана ұтамыз. Бұл экспорт образовательных услуг болады. Шетелден бізге келеді ағылшын. Біз ойлаймыз ба, Қазақстанда ғана осындай ситуация деп? Сіздер ойламаңыздар, мен Қазақстан жамандап жатыр. Мен Орта Азияны зерттеймін. Тәжікстан, Түркменстан вообще жағдай қиын. Біз ойлаймыз, өзбектер бізден мысалы Өзбекстанмен мен сөйлестім. Маған айтады, вот скоро мы вас догоним, пәлен түген дейді, бір шенеунікпен сөйлескем. Мен айттым, мне это приятно дедім да, то, что вы так говорите. Мен қазақтан озамын. Значит, мен сенен жоғары болып тұрмын дедім да, бірақ сен тапқан екенсің дедім да, кіммен өзін бақталасатынды. Сен неге айтпайсың дедім. Біз Илон Маск болады бізде, жаңағы Стив Джобс дегенде. Сонда мысалы біз не істедік? Яғни біз бір жаңадан бір стакан ойлап тапқан жоқпыз, мына технология ойлап тапқан, бірақ өзбек халқы үшін біз бір бенчмаркинг екенбіз да, бренд екенбіз да. Мен айттым, сіз көршің жақсы болсын дейді ғой. Мен көрші ретінде мен айтайын дедім. Сен одан да анау Италиямен жарыс дедім анау. Мысалы қараңызшы, русская школада фигурное катание. Бізде катание бар, фигура жоқ дегендей. Қай қазақты көрдіңіз фигурный катаниядан? Неге сен солармен бақталаспайсың дедім да, Канадамен бақталас дедім. Сол кезде өсесің дедім. Неге мен айтып отырмын, қазақ өзбекті алалау үшін мен жалпы айтып жатырмын. Қазақстанның жағдайы өте жақсы негізі бізде, оларға қарағанда. Себебі қараңыз, Өзбекстанда сауалнама зерттеу жасаған кезде бізде айтады, бізде дейді, Ташкент жақсы дейді, бірақ ауыл аймақ мақалаларда бір отбасыда бір телефон, бір сим карта дейді. Оны мегабит секунд есептегенде скорость, интернеттен жазыңыздар, скорость интернета деп. Ақпарат әлсіз жерде. Тәжікстан, Түркменстан, я молчу вообще. Түркменстан бұл Северная Корея. Сізге ақпарат жетпесе, ойлаңызшы, сіз қалай дамисыз? Мысалы, сіз ремонт жасағыңыз келеді, машина таңдағыңыз келеді, дром ұру ашасыз, өлді дегенде, орысша оқисыз. Ремонт жасаңыз, YouTube ашасыз. Интернет ұшып тұр. Бұны кім жасап отқан? Үкімет жасап отыр.
ана елдерде ондай нәрсе жоқ. Енді сіз келіп университет ашсаңыз, мысалы біз Назарбаев университетін бізді жамандайды, Назарбаевтың атында пәлен түген деп. Білесіз, ол өте үлкен ғылыми орталық болғалы жатыр. Алғашқы орталық ашылды, жаңағы политическое поведение дейді ма, сондай бір Салтанат Жәненова ханым ашты осы жақында. Бұл Орта Азияда жоқ нәрсе. Ненің арқасында? Қаланың арқасында. Бірақ біз құр Астанаға, мы не должны молиться только Астане. Бізде Астана секілді қалалар көп болу керек. Және Астана секілді грандиозный үлкен болмау керек, шағын болу керек. Себебі Ибн Халдун айтады, егер жаңағы материалистік көзқарастағы адамдардың түсінігі бойынша адам егер хайуан болса, жаңағы басқа жануарлар секілді. Ибн Халдун енді мұсылман мемлекетінде өмір сүрген ойшыл, жаңағы 13-ші ғасырларда өмір сүрді. Әмір Темірмен сұхбаттас болған кісі, қаншама әмір сұлтандардың солтүстік Африкада соларға кеңесші, государственный секретарь, государственный советник болған кісі бұл. Сол кісі айтады, адам болу үшін дейді, қалада тұру керек дейді. Себебі дейді, просто елестетіңіз, жайлауда жүрміз біз екеуміз. Жылына 4 мезгіл біз көшеміз. Ғылыммен шұғылданатын уақытымыз бола ма? Бізде әрі кетсе ауыз әдебиеті дамиды. Домбырамен әңгімені жібересің, жаңағы күшті да, память жақсы, бірақ жазба әдебиеті жоқ. Мен өлтіріп тастады, сен өлтіріп тастады, бала шағамызға ол ілім жетпей қалды, үзілді. Knowledge management жоқ, флешка жоқ қой бетіп беретін. Қалалық жерде кітапхана болады. Сіз көшпелі жерде әрі кетсе байдың баласы Абай секілді біреу, мысалы, қасына жаңағы Ресейден қашып келген адамдарды отырысып қойып, біліммен нәрлене алады. Бірақ неге бізде бір Ағабай? Ойлаңызшы. Былай қарасаңыз, неге басқалар тупой ма? Жоқ, просто возможность жоқ. Сіз ауылдық жерде кітап оқып жүре алмайсыз. Әрі кетсе бір 5-10 кітаптан сіз индустрия құрмайсыз ғой. Сіз бір ойладыңыз ба? Бізде Әл-Фараби болды, сосын мына жақтан Абай болды, арасында Махмуд Қашқари болды, Шәкәрім болды. Биологияға, химияға, мен айтпаймын, аэрокосмос инжиниринг деген секілді үлес қосқан бір кісі бар ма бізде? Қаныш Сәтпаевымыз бар. Ол кімнің продуктысы? Кеңес үкіметі, қала соқты, академия соқты, институт соқты. Сол үшін арқасында қазақ көзін ашты. Сол үшін жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Өзіміздің қалаларымыз соқсақ, қала соқсақ, Ибн Халдунның айтқаны, қалалық жерде адам ой бөлісетін. Подкаст түсіре алады. Түсінікті. Ауылдық жерде бұл нәрсені жасай алмайсыз. Ауылдық емес, далалық жерде бұл нәрсені жасай алмайсыз. Жақсы. Өте қызықты жауап болды. Ары қарай, жалпы енді мемлекетпен де жұмыс жасайсыз ғой етене. Жалпы мемлекетте идеологиялық пропаганда деген нәрсе бар. Бұл қаншалықты дұрыс, қаншалықты тиімді, жалпы идеология болмаса не болады деген сұрақ. Біздің мемлекеттік органдар тек қана мындай физический инфраструктура емес, жол, мост, үйлер кеңес үкіметіне жаңағы мұра ретінде алып қалды дедім ғой. Біздің мемлекеттік жүйеде негізі кеңес үкіметіне мұра ретінде алып қалды. Және пропаганда, идеология жағынан біз кемде кем емеспіз. Бізде оның барлығы жақсы да, бірақ атой салғанға жақсымыз да. Кезінде мысалы жұрттың айтатыны рухани жаңғыру болды, арты рухани қаңғыру болып кетті дейді. Бұл не деген сөз жалпы? Халық билікті жек көреді деген сөз емес қой. Айтылған сөзбен істелген іс сай келмеген кезде тәртіпсіздікте болады, ол идеологияңызда далада қалады. Қарапайым мысал, отбасыда бір отбасымыз, айталық, біз екеуміз бір әкенің баласымыз. Сіздің отбасыңыз бар, менің отбасым бар, үйде үлкені бар. Сол айтады, давайте бірінші Сәкеге квартира алып берейік, или сен күте тұр дейді. Жағдайын жасайық бір кісіні, Астанадан үй алып берейік, сосын бәріміз көшеміз дейді. Бұл бір идея. Идеология қандай? Қалаға көшейік. Өйткені өсіп келе жатқан немерелер бар, ертең университетке тұрады, квартира жағалап жүргенше осы біреуімізге жаңағы үй алып берейік, немесе үй соғайық дейді. Енді бір өзіңіздің айлығыңыз жетпейді, явно. Әке шешеміздің пенсиясы, мен әйел бала шағаммен жұмыс істеймін жаңағы. Соның барлығын жинаймыз да 3 этажды 2 этаж коттедж соғамыз, бәріміз соған көшеміз. Егер идеология дұрыс болса, біз бәріміз жұмыламыз. Бірақ по ходу дела мен технично біреу келіп, там жиналған ақшаға Турцияға қыдырып қайтады, Шарм-эль-Шейхқа барып қайтады, машина жаңартады, айфон алады мысалы. Мен айтамын, стоп деймін ғой. Әке, не мынау шаруа деймін. Біз бұл кісі Астанаға адам болсын деп жібердік. Істеп жатқан шаруасы осы. Сол секілді идеологияда бізде айтады, қарапайым мысал, коррупция тыйылсын дейді. Слышащее государство, естуші мемлекет, әділ қоғам болады дейді, парламентаризм болады дейді. Бұның бүкілі ниет жақсы да, бірақ амалға келген кезде шалыс кетеді. Сол үшін халық айтады, идеологиядан проблема жоқ, орындалу жағынан проблема. Түсінікті.
Келесі сұрақ. Мынау сіздердің араларыңызда көбіне сауалнамаларды көп жасайсыздар, әсіресе әлеуметтанушылар. Жалпы сауалнама жүргізілген қаншалықты тиімді, оған шын жауап беріледі ме деген сұрақ. Өте жақсы сұрақ. Себебі менің ұғымымда, мына 15 жылдық тәжірибем бар. Бұл сөзім үшін әріптестерім бәлкім ұнатпай қалатын шығар, бірақ сауалнама бұл архаизм болып бара жатыр. Әсіресе қағазбен жүргізетін сауалнама. Онлайн өткізу керек, өткізсе, және оны целевой өткізу керек. Бірақ бұдан бұрын мен мына нәрсені айтайын. Сауалнамадан басқа да нелер бар, тәсілдер бар. Телефонмен сауалнама алады, сұхбат алады, фокус группа дейді, осылай 4-5 адам, 10 адам жинап алып пікір алады дегендей. Тайный покупатель деген бар. Мысалы мен есебі кәсіпкер емеспін, шаруа қожалығым жоқ, бірақ шаруа қожалығы кейпін киіп, шапанын киіп, жаңағы грант беретін, субсидия беретін организациялар кіріп, мен жаңағы ақпараттар ала бастаймын, сөйтіп мен кейін талдау жасаймын дегендей. Бұның ең қиындарының бірі бұл этнографиялық зерттеу. Мысалы адам не істейді, айтады, сақал мұртын өсіріп, мысалы әдейі мешітке барып ұйықтайды, сол жақта жүреді, сол жамағатпен араласады, сөйтіп пікірін алады да. Түсініп тұрсыз ба? Тыншы секілді. Оның әрине ондай жұмыстар жүргізіп жатқан жоқ ма? Жүргізіп та жатыр. Оның айтатыны бар, айтпайтыны бар. Бірақ ең басты мәселе зерттеу, кез келген зерттеу әдіснама, методологияға сүйенеді. Егер методологияның негізінде адам хайуан деп аталатын болса, онда бүкіл мәселе адамды бақылаумен соған бағытталады. Ал егер біз адамды бұл бір фытраты таза, бірақ конструкцияның кесірінен қателік жасап жатыр деген түсінікпен ілсек, бұны біз тазартуға, дамытуға тырысамыз. Бұны айтқан мен емес, қайтадан Ибн Халдун айтты. Бұл бірінші мәселе. Бұл ғылым тілінде айтқанда онтология мен эпистемология мәселе. Қазақшасы дүниетаным мәселесі. Яғни біздің дүниемізде мына егер біреу айтса бұл адам хайуан десе, біреу айтады, ислам дін ұстанатындар айтады, адам бұл дүниедегі жердегі Алланың халифасы дейді, орынбасар дейді. Қазақтың ұғымында адам кім? Адам бұл дүниеде қонақ дейді. Түсініп тұрсыз ба? 3 түрлі қатынас та. Сіз бала кезінен бәріне айта берсеңіз, адам бұл дүниеде қонақ, адам бұл дүниеде қонақ, значит ол уақытшамын дейді да бұл нәрсе. Оның өмір сүру экономикасы да басқаша болады. Түсініп тұрсыз ба? Енді сауалнама зерттеуге келетін болсақ, бұл жаңа философский вопрос, енді методологический вопроста социологиялық зерттеулер бұл сұрақ қою өнері, қазақша айтқан кезде. Сіз кісіге дұрыс сұрақ қойсаңыз, дұрыс жауап аласыз. Мысалы мен сізден сұраймын, Сәке, қалайсың деймін. Жақсы. Жақсы. Неге сіз маған жақсы дейсіз? Өйткені мен сізге бейтаныс адаммын. Мы с вами 5 минут знакомы. Ал егер мен сізден сұрасам, кеше кешкісін нешеде жаттыңыз? Түнде кішкентайыңыз мазалап ұйқыңыз бұзылмады ма? Болады ғой енді, колики болады егер мысалы, таза кішкентай бала болса. Таңертең тұрған кезіңізде жұмыс шайнайтын үйде су болды ма? Жұбайыңыз сізге таңғы ас дайындап берді ме? Немесе өзіңіз іштіңіз бе? Машинаңыз уақытылы қызды ма? Бұның бүкілі не істейді? Адамның көңіл күйіне әсер етеді. Яғни егер мен былш еткіп сұрай аламын, чодам дейді мысалы бір кісілер былш айтқанда, қалайсың дейді да? Жауап бермей жатып өзінің басқа сұрағын қойып жатады кейбір кісілер. Қалайсың деген кезде ол мына сұрақ, өйткені мен өзім көрдім. Сіз кезінде ана мекемелерде жұмыс істеңіз, айтады, сіз Нұрсұлтан Әбішұлының, мысалы қазір Қасым-Жомарт Кемелұлының саясатын қолдайсыз ба дейді. Ол не деп жауап беру керек? Қасында тұрған адам, тем более мысалы мен акиматтан келдім, не деу керек ол? Конечно қолдаймын. Басқа не айтады ол? А оны қолдап қолдамайтынын осындай жаңа көңіл күйге қатысты операционализация жасады мысалы. Ұйқыңыз қанды ма? Мысалы мен сізден сұрамай-ақ біле аламын, мысалы көзі қызарып тұрады ғой кейбір кісілер. Келеді, қарным аш, тез бітірейікші дейді. Значит, көңіл күйі нашарда ол адамның. Сұрап қажет жоқ. Сол үшін сауалнаманың нәтижелеріне құдайдай сенбеу керек, оны білу керек. Ол сұрақты қалай қойды, кім қойды? Мысалы, сіз ер адамсыз. Ер адамсыз, мен сізге сұрақ қойғаным, немесе нақыланандай бір бойжеткен бір қыздың сізге сұрақ қойғаны сіздің қалай жауап беретініңізге әсер етеді. Мысалы бойжеткен қыз сұрайды, аға дейді, сіздің айлығыңыз қанша дейді. Бұны батыста не дейді? Macho like behavior дейді. Еркек сымақ жауап дейді. Еркек сымақ жауап дейді да. Табамыз шүкір. Өзінікі болса Геленваген бар, пәлен түген деп жаңа мақтанышпен айту мүмкін. Неге? Өйткені бұл противоположный пол ғой. Биологиясы, химиясы оянады да адам, түсініп тұрсыз ба? Сосын мынандай мәселе бар. Егер мен жұртты жинап алып айтатын болсам, жаңа домашний насилиені мысалы зерттеген кезде сондай нәрсе туындайды. Үйіңізде жаңа әйеліңізді, бала шағаңызды, егде жастағы әке-шешеңізді ұрасыз ба, зекейсіз ба десем, былай жұрттың көзінше сұрасам, жоқ ой дейді. Бұның дейді социально ожидаемый ответ дейді. Ты ожидаешь, что я скажу, что все хорошо? Мен все хорошо деп айтамын дейді. Ондай сұрақтарды почтаға жібереді, анонимно. Конвертке жібереді, сосын ана дауыс берген секілді тастайды.
сол кезде кім, яғни егер мен сізге методологиям бойынша дәлелдесем, сіз жауап берген сауалнаманың сіз екенін ешкім біле алмайды. Анонимность деген. Онда сіздің жауап беру, дұрыс жауап беру ықтималыңыз жоғары болады. Және мен сұраққа былай қоямын. Қазақта мынандай сөз бар, жаңағы жұмасына бір рет жын шығарып тұру керек. Қалай андасына шапалақ кете ма деп сұрақ қойсам, бұл бір сұрақ. Ал егер мен былай айтсам, Қазақстан заңы бойынша зорлық зомбылық үшін 10 жыл сотталады, пәлен түген, сіз әйеліңізді неше рет ұрасыз десем, бұл басқа сұрақ та. Түсініп тұрсыз ба? Сұрақ қою өнері дейді сол үшін. Біздің енді осы айтқым келген осы сауалнама арқылы көп нәрселер өзгерістер енгізеді ғой. Бірақ бұл қалай айтсақ екен, мемлекет қаншалықты халықтың дұрыс қалағанын ескере алады деген мәселе туындап тұр ғой. Мысалы алдағы уақытта мысалы референдум бар. Референдумда мысалы көп адам қаншалықты өзінің шын сұрағын мысалы жауабын ала алды деген нәрселер. Бұл сұраққа былай жауап беру керек. Біздің билікте отырған кісілер, мемлекеттік аппарат кімдер болар? Соңғы бір 5-10 жылда жастар келді. Оған дейін отырған кісілердің барлығы бұрынғы компартия, кеңес үкіметі. Кеңес үкіметі қандай болды? Авторитарлы болды. Человек, дитя привычек. Олар пионер болды, октябрят болды, жаңағы комсомолец болды. Сол нәрсе әдет қалыптасты оларда. Біз тәуелсіздік алдық екен, компартия отан болды, отан нұр отан болды, нұр отан аманат болды екен деп, адамдар әдеттен оңайшылықпен арылмайды. Яғни авторитарлық ойлайды. Я начальник, ты дурак деген нәрсе бар. Мен қазір барлығына күйе жақын келмейді, бірақ осындай нәрсе бар. Бұл нәрсе қашан қояды, тыйылады, сол кезде біз халықтың пікірімен санасатын боламыз. Халықтың, сіз 20 миллион халықтың бәрінің пікірін сұрамайсыз, сол кезде сауалнаманың құндылығы артады. Бұны кім көрсетті? Кәсіпкерлер көрсетті. Мысалы, сіз ресторан ашқыңыз келеді. Мысалы, бір рестораныңыз бар, тағы ресторан ашпақ үшін сіз ойланасыз ғой, ол өзбекский кухня болу керек па, европейский болу керек па, грузинский болу керек па? Сіз халықтың пікірін сұрайсыз. Бұны маркетинговый зерттеу дейді. Түсіндіңіз ба? Социология көбіне үкіметке көмектеседі, билікке. Егер билік өзінің отырған креслосы халықтың алғысын алған үшін отырмын деп білсе, ол халықтың алғысын алу үшін пікірін зерттейді. Ал егер мен отырған жерім жоғарыдағы бәке сәкеге тәуелді болса, менің сауалнама ана кісіге қатысты болады. Мен көмекшісінен сұрайым, не дейді, қалай настроение ана кісінің, басқа кірейін деп жатады ғой, көңіл күй қалай командировкадан қалай келді дейді. Бізге комиссия болып келейін деп жатыр екен, дастархан не жайық, не жақсы көреді ол кісі, жаңағы жылқы етін жақсы көре ма, қаз асайын ба, үйрек асайын ба деген секілді. Түсініп тұрсыз ба? Ол охота жақсы көреді деп. Яғни менің билігім вертикально жоғарыға тәуелді болса, онда мен сауалнамаға ұрғаным бар. Мен өтірік өткіземін. Бұның енді бізде қандай деңгейде деген сұрақ туындайды ғой заңды түрде. Мен бағасын былай берер едім. Кез келген адам госзакупқа кіреді, социологический опрос, социологический исследование деген кезде закуптарды көреді да, акимат болсын, жаңағы министерство болсын, соның технический заданиясын қарайды. Әрбір закупаемый услуганың технический спецификациясы бар. Соған қарайды. Ол технический спецификация қаншалықты дұрыс жасалған. Себебі мен айттым ғой, сауалнама бұл сұрақ қою өнері деп. Сауалнама ғана емес, жаңағы социологиялық зерттеу. Сіз қалай ойлайсыз, бір адам сауалнама өткізу үшін, мысалы, 20 сұрақ қойды, 30 сұрақ қойды, қанша уақыт кетеді? 20 минут шығар. 20 минут құр сұраққа кетеді делік. Бірақ мен, мысалы, Жетісайға барам, Жезқазғанға барам, Зайсанға барам, сұрақ қойым үшін менің жол шығыным бар. Немесе жергілікті адамды жалдаймын, ол бару керек. Бейтаныс адамның пікірін сұрау керек. Оған бірінші түсіндіру керек сауалнаманы. Яғни былай қарайтын болсақ, бүкіл расходтарды ол күніне бір 4-6 адамның ғана пікірін алады. Бір күнде 4-6 адамның. Значит, менде көп адам болу керек. Оның барлығын еңбек ақысын төлеуім керекпін. Бізде средний еңбек ақы, жаңағы енді ресми ақпарат бойынша бір 400 мың дейді. Яғни сол 400 мыңды мен күніне атқаратын 4-5 анкетаға бөлемін. Түсініп тұрсыз ба? Енді, яғни бұның бүкілі сауалнама өткізетін зерттеу жобасының бюджетіне тіреледі. Енді жаңағы госзакуптың сайтынан қарап, сауалнама өткіздіңдер деген закуп тапсырыстың технический спецификациясының бюджетіне қарасаңыз, және істеліну керек, жұмысқа саласаңыз, екеуі сай келмейді. Наяқтан айтады, 2000 адамнан сауалнама ал дейді, мысалы, беретіміз 3 миллион теңге дейді. 4-5 адамның бюджеті дейсіз ғой. Ол былай ғой, мысалы 3 миллион теңге береді. Ол салық төлейді қазір, 16% НДС жаңағы қазір өзгертті да бізді. Сосын ол арендасын төлейді. Жаңағы ОСМС бар, анаусы бар, сонда айналып келген кезде бір сауалнаманың құны 1000 теңге болады. Сіз ойлайсыз ба,
мен мысалы Астанада тұрып жарайды автобус жақсы жүреді, такси жүреді дегендей, велосипедпен жүремін, бірақ ауылдық жердегі кісілердің пікірін білу үшін мен күніне 5.000 теңге табуым үшін 5 анкетаға тілім салақтап жүремін ба? Значит, не? Анкета өтірік өткізіледі деген сөз. Алады да толтырып береді, әкесіне осымен дейді, сен төлеп жатқан ақшаны мынау, мысалы мынаны бердім дейді. Соның негізінде не істейді? Нурсултан Абишевич, вас любит 95% населения дейді. Мен сонда сауалнама нәтижелерін көргем. Кәдімгі презентациясын дайындады. Елбасшымыз күштінде отырған кезде айттым, міне презентация 95% халық сізді қолдайды деді. Сіздің саясатыңыз бәрі аса мәртебелі, в общем күштісіз деді. Халық мені қолдап тұр деді. Сауалнама өткіздік деді. Енді ол кісі ақымақ емес қой, сұрайды ғой, қайдан өткіздің дейді, осылай өткіздім дейді. Егер 95% халық ол кісіні қолдаса, ауыр сөз ғой, шал кет деген. Дұрыс па? Қаңтар оқиғасында сондай сөз мен айтып тұрған жоқпын, Назарбаев жақсы жаман деп. Халық наразы, бірақ наразылықтың енді айтылған үлкен ауыр сөз ғой, шал кет деп. Сіз 30 жыл бойы болсын, 20 жыл бойы болсын, жаңағы биліктің елге бір пайдасы тиді ғой, 10 зиян десе де бір пайдасы тиді. Соны сөз айтатындай, демек ана 95% сауалнама деген өтірік болып тұр да. Түсінікті. Жалпы енді бұл да сіздердің мамандықтарыңыздың бір зерттеу нәтижесі ғой. Сіздерде тағы да бұдан да басқа көптеген зерттеулер, нәтижелері бар. Сіздерден бөлек қазіргі бізде осы әлеуметтік сауалнама жүргізетін, зерттеу жүргізетін ұйымдар бар. Неге сол ұйымдар көрінбейді? Неге олар нәтижесін көрсетпейді? Неге оны депутаттар өзінің депутаттық сауалдарында қолданбайды? Бұл өте жақсы сұрақ. Себебі қараңыз, біз мысалы мен жеке жаңағы контрактқа отырамын ғой, мысалы международная организация по миграции, мен национальный консультант ретінде жалдайды, немесе мен ТО-м бар, ТО ретінде мені жалдайды инвесторлар. Мысалы мен договор отырған кезде мен не деймін, мына зерттеу аясына жиналған ақпарат бұл тапсырыс беру үшін интеллектуалдық несі иелігінде деймін, интеллектуалдық собственность. Неге? Мысалы сіз инвесторсыз, маған төледіңіз пәленбай ақша, мен зерттеп бердім. Егер мен ол нәрсені жарияласам, басқа инвестор айтады, давай мен университет ашып жіберейін дейді. Оказывается, это ниша хорошая дейді, маржинальная дейді. Түсініп тұрсыз ба? Акиматтың, министерствоның, басқалардың тапсырыстарында, договорларында солай болады. Бүкіл тапсырыстың нәтижесін маған бересің дейді. Кей жағдайларда кейде брифингке шығып жатады организациялар, жаңағы сол министерствоның рұқсатымен дегендей. Бұл не деген сөз? Бұл халық бұл сауалнамалардың қоғамдық пікірді зерттеген, жаңа маркетинг демей ақ қойын, әлеуметтік зерттеулердің нәтижелерін халық біле бермейді. Олар мақала жаңағы кейде госзаказбен рұқсат етіліп, жаңағы не ретінде жарияланады, доклад ретінде, мысалы ниц молодежь деген бар, жариялайды, жаңағы отбасылық мәселені зерттейді, жастар мәселесін зерттейді. Бірақ бір нәрсені түсіну керек. Бұның бүкілі министр қалтасынан төлеп жатқан жоқ қой. Ол қазынадан алынған ақша, яғни халықтың салығынан. Бұл нәрсені кеңінен жариялау керек. Және бұл тек қана нәтижесін жарияламау керек. Оны атой салып хабар беру керек. Біз осы жылы референдумға қатысты халықтың пікірін білгіміз келеді. Осыған қатысты осындай методология жасадық, осындай анкета жасадық. Біз осындай елді мекендерде сауалнама өткіземіз. Кім сауалнамаға қатысқысы келеді, келсін десінші, жұрт өзі-ақ келеді сауалнамаға қатысуға. Неге? Себебі бұны айтып жатқаны, бұл біздің шаруамызды жеңілдейді. Бізде әлеуметтік зерттеу жасаған кезде рекрут деген мәселе бар. Мен мысалы осы жолы сіздің пікіріңізді алдым ба, келесі жолы сіздің пікіріңізді алмауым керекпін. А бізде индустрияда қандай проблема бар? Дежурный респондент деген бар. Мен сізге 10 анкетамен келем. Маған 10 түрлі тапсырыс келеді ғой. Айтамын, сәке деймін, заполни, все это заполни деймін, сосын алып кетемін деймін. Сөйтіп 10 заказды мен орындаған боламын. А негізі ол болмау керек. Неге мен етемін? Өйткені ақшасы аз төленеді. Ал егер біз халыққа жария етсек, мысалы жаңадан конституция қабылдаймыз. Осы нәрсені халық қолдай ма, қолдамай ма деп, мысалы өткізетін организация үкіметтен тапсырыс алып, соны жария етсе, онлайн сілтемесін қойсын, немесе қағазбен өткізсін, халық өзі-ақ келер еді. Және біз более правдоподобный картина алатын едік. Енді бүгін мысалы депутаттар осындай сауалдар ашық болса, оларда мысалы өзінің деп запростарында қолданса өте тиімді болатын еді дегенім ғой. Өйткені сұрақ нақты болады, оларға айтатын ұсыныстар нақты болады деген. Өйткені көп нәрсе осындай зерттеулер нәтижесінде айтылса. Негізі былай қойса екен, сауалнамасыз ақта билікке ақпарат жетіп жатыр ма? Біз ойламаңыз, мысалы сауалнама анонимді түрде өткізеді ғой. Жаңа жұрт қай жақта коррупция болып жатыр, айтуға қорқады, сол үшін сауалнамамен өткізейік деп. Мен қанша кәсіпкерлермен, қанша кісілер, мысалы мүгедектіктерді зерттедім. Бізде қорқып тұрған адам жоқ. Надо будет пофамильно айтып береді, кім осы коррупцияға замешан.
Ол депутаттың алдына министр келген кезде айтып береді. Жаңа мысалы мен кісілерге барамын ғой, өңірлерге, айтады: Ильяс дейді да, мен сен айтқан тапсырыс берген организация, облыс акимат болсын, министр болсын, өткенде ғана кездестім дейді, айттым дейді осы бүкіл проблеманы. Сен сауалнаманы не пайда дейді да, қос ана диктофонды айтып беремін дейді да, бірақ одан не шығады дейді. Бізде былай ғой, заң бар, ақпарат жинау, халықтың мұның жинайтын ақпарат көздері бар, жаңа каналдар ше. Жаңа ол тек қана сауалнама емес, бізде ішкі былайша айтқанда тыңшылар дейікші, жаңағы внутренняя политика бар, жаңағы құзыретті органдар бар, ақпаратты жинап отыр ғой, бәрін біліп отыр ғой. Мәселе соны жүзеге асырмайды ғой. Неге? Өйткені сыбайлас жемқорлық болып тұр. Өтініш бар дейсіз ғой, халықтың несін жинап беретін. Халық кемде кем емес, айтатын нәрсесін айтады, сауалнамасыз ақ айтып жатыр, просто орындамайды ғой. Түсінікті. Жалпы осындай сауалнама нәтижелері, немесе әлеуметтанушылардың зерттеулерінің барлығы, немесе жалпы әлеуметтану саласы халықтың тұрмыс жағдайына, әлеуметтік жағдайына өзгертуіне, немесе жақсаруына әсер ете ала ма? Әрине. Қалай әсер етеді? Енді акимат, министерство, президент бүкіліне жүгіріп үлгермейді ғой. Ол жаңа әртүрлі ақпарат көздерінен ақпарат сұратады ғой. Мысалы немене аты? Журналистерден сұрайды кейде. Бірақ ол нәрсе жалған болуы мүмкін ғой. Олар заинтересованный лицо болуы мүмкін ғой, былайша айтқанда. Түсініп отырсыз ба? Әркімнің бір туысы, құдасы, жаңа жиені бар дегендей. Сол үшін сауалнама өткізу керек. Бірақ сауалнаманы өткізетін адам ол бейтарап болу керек. Бірақ мемлекет тендер өткізсе, ол қалай бейтарап болады ол? Өйткені ол жаңағы сауалнамаға мемлекетте ақша бөліп тұр ғой. Иә. Қалай жасау керек? Консорциум жасайды, тек бір адамға бермесін. Сосын ол адамдар қарау керек. Мысалы, сіз мана сұрақ қойдыңыз ғой, осы салада жүрген компаниялар бар деп, солардың әрқайсысын ақтарсын, мысалы, тарихын. Бар ғой, мысалы, бизнесмендер өмірі субсидиямен жүреді. Неге солған ұтып ала береді? Мысалы, маған кәсіпкерлер айтады, ауыл шаруашылық қожалықтары, акимат тізім жасайды ғой, кімге жаңағы ақша бөлеміз, жаңағы комиссияға жібереміз дегенде. Сосын кейін айтады, мысалы, кім ұтып алды сол субсидияны, соның тізімін білмейміз дейді. Ашықтық жоқ. Сол секілді кез келген закуптың айту керек. Мысалы, мына компания А соңғы 30 жыл бойы, оказывается, осылар отыр дейді да, мысалы, Минкультта отыр, или там министерство там спортта отыр, там акиматта отыр да. Енді оның жұмысын бір аудит жасау керек шығар, немесе ол жасап жатқан қатарынан екі компания бірге әкелу керек шығар, шетелдік компания әкелу керек шығар. Түсініп отырсыз ба? Ол коррупцияны жерту деген сөз, ату деген сөз емес қой, тек қана соттау емес қой. Оның былай цивильный жолдары бар ғой. Соны істесе, сауалнама өткізудің де жолы да жаңа әдептірек болады. Соңғы сұрақ, жалпы мынандай түсінік бар екен, халықтың жағдайын білгің келсе, сол жақтағы түрмеде отырғандардың жағдайына қара деген. Мысалы, Норвегияның түрмелерін мақтап жатады кейде, мысалы. Жалпы осы пікірмен келісуге болады ма? Және мен соңғы кездері депутаттарға мынандай ұсыныс айтып жүрмін. Түркияда мынандай мысал бар екен. Халық, мысалы, адам түрмеге отырады, отырған кезде сол түрмедегі ақшасын, ішіп жемін барлығын өзі төлейді. Шыққан кезде ақшасы жоқ болса, шыққан кезде мойнына қарыз қылып іліп жібереді. Жақында мысалы білесіз, бізде колонияларда жаңарту керек, условияларын жақсарту керек деген депутаттардан ұсыныс түсті. Жалпы осы жөнінде қалай ойлайсыз? Енді былай ғой, түрме мен үшін бұл проактивті іс-шара емес. Бұл пожарниктің жұмысы. Түрмеге түскен адамның барлық қылмыс жасағысы келген жоқ. Бірақ ол сот болды, қылмыс жасалынды, яғни бір нәрсенің салдары. Түбіне қарайтын болсақ, бұл надандық, білімсіздік. Яғни қылмысқа кім барады? Тому, кому терять нечего. Егер адам оқыған дұрыс білімі болса, отбасы құрса, үй алса, ол бекерден бекер қылмысқа бармайды ғой. Яғни мен ойымша біз түрмеге жағдай жасағанша мектеп соғайықшы. Анау бұзылмаған жастарымыз жүр ғой, анау. Есі дұрыс мемлекеттер қазір әлеуметтік желілерге тыйым салып жатыр. Осы жыл дейді, Ұлыбритания 16 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желілерге сондай жағдайлар жасасын. Трехсменное обучение дейді. Масқара ғой. Өткенде қай депутат па бір кісі айтты. Анау Өскемен жақта дейді, қимен үйді жылтады дейді. Бұл орта ғасырлық шаруа ғой, даже анау тас ғасырдың мәселесі ғой. Біздің аяқтан диджитализация, искусственный интеллект деп атой саламыз. Дұрыс бір жолын соғып берсе, унитаз, туалетін. Сол секілді, мысалы, біз қазір түрмеге жағдай жасайтын, бұл не деген сөз бұл? Қандай посыл? Қылмысын жаса, түрмеде жақсы жағдай жасау болады деген сөз. Жоқ, түрмедегілер де адам ғой дейді. Кейбіреулер мысалы түрмеден шығады ғой қайтып. Қайтып қоғамға қосылады ғой дейді. Мен пәлен демеймін, олар адам жаңағы. Бірақ нақты жастарымыз бар біздің. Елдің болашағы. Және олардың жастары 2 есе көбейін деп жатыр. Өткен жылы мектепте 217 мың оқушы бітірді.
15 жылдан кейін мектепті бітірушілердің саны 2 есе өседі. Яғни ол бірден өспейді бе? Жай, яғни ойлаңызшы, нарыққа қаншама адам келіп жатыр. Солардың арасынан қылмыскер болмау үшін дұрыс білім берейік. Дұрыс білім беру үшін олар білімді не істейді ол? Егер ертең жұмысқа тұрмаса, жұмыс беретін кәсіпкердің жағдайын жасайық. Мемлекет қай жағына аралассын, кәсіпкер қай жақта бұлақтың көзін көреді, жаңағы сауданың көзі дейді ғой. Мынаяқтан еді, мен мынаяқтан жаңағы Чуйская долина, мысалы, фармацевтический бір нәрсе ашамын дейді. Арал теңізге жанданып жатыр, балық шаруашылығын ашамын дейді. Кәсіпкер сол жаққа барып, арабымен, қытайымен, түрігімен, Америкасымен келісіп инвестор ашама, жаңағы заңның соған жұмыс істетсін, и халық сол жақта тұру үшін қаласын соқсын да. Түсініп тұрсыз ба? Менің білуімше, кезінде төрелігін жасамады ғой Шыңғыс ханның ұрпағы. Бірімен қырылып бітті Алтын Орданың нәтижесінде. Ноғай айырылды, анау айырылды дегенде. Сол кезде елдің амандығын кім аман алып шықты? Батырлар алып шықты. Қара халықтан шыққан батырлар. Қазіргі заманның батыры менің түсінігімде. Біздің қолымызда найза жоқ, тапанша жоқ, біздің қолымызда тек экономический активность, кәсіпкерлікпен айналыса аламыз. Сол үшін НДС мәселесін, мысалы, кәсіпкерлер қатты айтады. Тұмшалағанша, одан да кәсіпкерлерді батыр қылуымыз керекпіз біз. Түсінікті. Рахмет сұхбатыңызға. Жақсы ойлар айтылды деп ойлаймыз. Бұйырса алдағы уақытта тағы да бір тың ақпараттармен сұхбатымыз жалғасады деп ойлаймыз. Қонақ болып келгеніңізге, сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. 1 грамм пайдам тисе, мен де қуаныштымын. Жақсы көрермендер, осымен сұхбат тамам. Ұсыныс пікірлеріңіз болса, төменге комментарийға жаза кетіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.